Жаздың аптап ыстығында таптырмас ең дәмді әрі пайдалы, әрі жаз мезгілінде табыс көзіне айналдыруға болатын классикалық көже дайындаймыз. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бізге бидай мен жүгері қажет болады. Бидай барлық жерде бірдей болады, жүгері болса әртүрлі болып бөлінеді. Сары жүгері, ақ жүгері деп бөлінеді. Сары жүгері мен ақ жүгерінің бүтін түрлері болады. Бұл жерде ұсақталған және де жарылған түрі. Осы жүгеріні қолданамыз. Осы жүгері тез піседі. Енді барлығын жақсылап жуып аламыз. Жүгерінің қоқыстары көп болады. Бүтін жүгеріні қолдансаңыздар, ол жегенде ыңғайсыз әрі баяу піседі. Сондықтан сары жарылған жүгеріні қолданасыздар. Жүгеріні видеодағыдай тазалап аласыздар. Себебі сатылымға шығарсаңыздар, біреудің аузынан тас шықса, екінші рет ол адам алмайтын болады. Мінекей барлығын тазалап алдым. Енді бидай мен жүгері дайын болды. Енді екеуінде бірге үлкенде отызымызға саламыз. Бұл масса орташа көлемде қоюлау болады. Егер де сұйықтау көже жасайтын болсаңыз, жүгері мен бидайды аз қосып жасайсыздар. Енді суды көбірек қосасыздар, себебі су аз болса, бидай мен жүгері ыдысымыздың түбіне жабысып қалады. Енді ыдысымызды қайнатамыз. Қайнаған соң бетіне көбігі шығады, көбігін алып тастаймыз. Содан соң үстіне тұз қосып, араластырып, биік салат баяу отта пісіріп аламыз. Піскеннен кейін бидай мен жүгерімізді суытып аламыз. Суытып болған соң үстіне су құйдым. Суды құйған кезде салқын және де фильтрдің суын құйып жібермеңіздер. Суда алдын ала үлкенде отызымызға су құйып, қайнатып, суытып аламыз. Тұз еритін су болса жеткілікті. Айранымызды сыйдадан өткізіп аламыз. 8 литр көжеге 1 литр айран қосып, араластырып аламыз. Мінекей классикалық көжеміз дайын. Видео ұнаса арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.